Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Сіздерді Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы халықаралық отбасы күнімен шын жүректен құттықтайды. Отан отбасынан басталады. Жанұяның бірге бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашағы. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Атаулы күн 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бекітілген. Бұл күнді бекітудің негізгі мақсаты қоғамның назарын отбасына аудару. Отбасы күні ең алғаш рет 1994 жылы тойлана бастады. Достар, Пушкин атындағы кітапхана сіздердің назарларыңызға отбасындағы әке мен ананың рөлі, бала тәрбиесі жөнінде әртүрлі кітаптарды ұсынады. Осы заманға дейін көптеген ақын жазушылардың барлығы отбасы туралы жырлап, өз әндеріне, сөздеріне қосып, әртүрлі кітаптар арнап өтті. Егер де біз сол заманның ақын жазушыларының өмірлеріне бір түңілсек. Абай Құнанбайұлы әкесінен әділдігін, қайраттылығын көріп өскен адам. Ол әжесінің аңыз дастандарын естіп, ертегілерін тыңдап өсті. Ұлжан анасының тәрбиесін көріп өсті. Міне Абай Құнанбайұлының отбасынан біз отбасы құндылықтарын, отбасы дәстүрлеріне нағыз куә боламыз. Сонымен қатар сіздердің назарларыңызға Советхан Ғаббасовтың ұрпақ тәрбиесінің жаңа ілімі кітабын ұсынғым келеді. Бұл жинаққа бірінші және екінші кітап бірден енгізіліп отыр. Бұл жинақтың ерекшелігі бұл сонау сақ дәуірлерінен тоқтала отырып, сол заманда болған салт дәстүрлер және сол заманда өскен батырлардың өмірлеріне қарастыра отырып, қазіргі бүгінгі отбасында қолданылып келе жатқан дәстүрлердің бәрін қамтиды. Және де автордың айтуы бойынша бала ана құрсағында жатып тәрбие алады. Ол тек қана адамға тек қана қоғам ғана емес, сонымен қатар тұқым қуалауды әсер етеді дейді автор. Бұдан сіздер жаңағы беташар, үйлену тойларындағы көп қолданатын салт дәстүрлердің және өмірлік қажетті дәстүрлердің барлығын таба аласыздар деген сенімдемін. Қазақ халқының отбасы тәрбиесіндегі өзіне тән ерекшелігі көп. Біздің ата-бабаларымыздың көпшілігі балаға қарағанда ұл мен қыз деп бөліп қарайды. Өйткені қыз баланы 40 жерден тыю дейді, ұл бала отау иесі дейді. Соның барлығына ерекше бір ықыласпен қарайды. Жамал Байжанованың Ана дәптерінен кітабынан сіздер осыны ерекше бір бөліп қарауды байқайсыздар. Және де қыз балаға қатысты ырымдар, дәстүрлер, ұл баланы қалай тәрбиелеу керек, соның барлығын осы жинақтардан оқи аласыздар. Тахауи Ахтановтың бұл кітабы ерекше бір соғыс үстіндегі нәзік жандылардың сипатын бейнелейді. 19 жастағы жас келіншектің қолына қару алып, соғысқа да жылжымай жау бомбасының астында қалуы, вагонда тілсіз жаумен өзіне бөлек фашистермен кездесуі, осының бәрі ұрпақтан ұрпаққа аманат етілген ерлік. Құрсағындағы бала мен қайран туған жер, ортамызда өткел бермес, дариядай жау бар, кішкентай болса да үміт жетелеп, әйтеуір жақындай берейікші деп шығысқа қарай жетелеп келеді. Қаршадай қыздың тар жол тайғақ кешкені барлығын осы Тахауи Ахтановтың шығармасынан таба аласыздар. Бұндағы кейіпкер Назираның өмірі бүгінгі қазақ әйелдерінің барлығының басында бар. Өйткені ол ана, ол жас қыз, өзінің баласын, құрсағындағы жатқан, әлі дүниеге келмеген баласын сақтап қалуды аманат етіп, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуді аманат еткісі келді. Сонымен қатар сіздердің назарларыңызға Шуақты күндер Зейнеп Ахметованың кітабын ұсынамыз. Бұл жинақтың ерекшелігі, ол өз атасы батыр, командир Бауыржан Момышұлына арнайды.
Және де осы шуақты күндер жинағы халықтың ықыласына бөленген кітаптардың бірі. Тәлім тәрбие мен үлгі өнегеге толы бұл кітап Бауыржан Момышұлының Бауыржандай батырдың ұлын бейнесін көрсетеді. Зейнеп Ахметова бұнда қандайда бір ойдан шығарған әңгіме жазбайды, шынайылықты көрсетеді. Шығарма барынша шынайы болып шықты деген ойдамыз. Шығарманың желісінде қазақ қыздарына тән барлық болмыс көрсетілген. Отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Шуақты күндер бір адамның болмысын ғана емес, бүкіл халықтың болмысын суреттейді. Әзілхан Нұршайықов, махаббат, мәңгілік махаббат жыры. Сенім, адамгершілік, сәттілік, мейірбандылық, имандылық, отбасындағы сенім, осының барлығы бір жинақта. Ол менің әйелім ғана емес, әрі редакторым, әрі корректорым, әрі ақылшым, әрі қосалқы авторым, әрі арнаған арманымдағы адамым болды деп айтады Әзілхан Нұршайықов. Тағы да бір кітаптардың бірі ол «Менің анам» Фарихнур Мұхамедханова деп аталады. Ол Қайым Мұхамедхановтың жұбайы. Ол Қайым Мұхамедхановтың адал жары бола білді. Сеніммен, адалдықпен әр іс-әрекетіне қарап отырды. Оның қолжазбаларын, деректерін бүгінгі ұрпаққа аманат етіп жеткізе білді. Біз ол адамды тек қана адал жар ретінде ғана емес, ана, жар, сұлу әйел ретінде де танимыз. Біз онымен мақтан етеміз, дейді Дина Мұхамедханова. Отбасы сүйіспеншілік пен құрмет ынтымақтастықтың ошағы, яғни келешегіміздің кемел жолы. Сондықтан да бүгінгі мерекеде бір-бірімізге ықыласпен, мейірімділікпен қарай білейік. Тек қана осы мерекеде ғана емес, әр күн сайын бір-бірімізді қуантып, ерекше бір шаттыққа бөлей білейік. Отбасылық мерекеміз құтты болсын. Аспанымыз ашық, отбасымызда тек береке, тыныштық орнасын.